Ақмола облысындағы шахтада төтенше жағдай орын алды. 2 жұмысшы зардап шекті. Кеніштің кіреберісіндегі тас құлап, жұмысшылар астында қалған, оларды төтенше жағдай мамандар құтқарған. Ал ауа райына байланысты жедел жәрдем оқиға орнына жете алмапты. Алғашқы медициналық көмек көрсеткен құтқарушылар науқастарды арнайы көлікпен ауруханаға жеткізген. Қазір дәрігерлер науқастардың жағдайын ауыр деп бағамдап отыр. Әріптесім Асылбек Данияр тақырыпты тарқатады. Төтенше жағдай түнгі 3-4 шамасында болған. Оқыс оқиға кезінде жерден 100 метр тереңдікте 2 жұмысшы болған. Опырылған тас астында 30 және 31 жастағы жұмысшылар қалып қойды. Олар жарақат алған. Сегодня в ночь на пункт связи. Бүгін түнгі 3 сағат 2 минутта Ақбейт ауылына көмек қажет екендігі туралы телефон хабарламасы түсті. Шақырылған жерге құтқарушылар жоғары жылдамдықпен жүретін көлікпен жіберілді. Жұмысшылар 100 метр тереңдікте қалып қойды. Жағдайлары ауыр болды. Басқа кеншілер оларды шығарып алған. Олар өздері құтқарушылар келгенше медициналық көмек көрсетті. Дәрігерлер жарақаттанған кеншілердің аяқ қолы сынған мәліметті. Жағдайларын қалыпты ауыр деп бағалап отыр. Дегенмен өміріне қауіп жоқ деді. Астрахан ауданында жаңағы 2 адам жарақат алды. Олардың жағдайы аурудың орташа ауырлық дәрежесі, хирургиялық араласу керек емес. Апат болған алтын кенші өткен жылдың қазан айында жұмысын бастаған. Кәсіпорынның бас директоры осы уақытқа дейін мұндай жағдай болмаған жеткізді. Жұмысшылар алтын іздеуге шыққанын айтады. Олардың денсаулығы түзеліп жұмысқа шыққанша көмектесуге ниетті. Тіпті жалақылары да тоқтамайды деп отыр. Ребята не первый год работают у меня. Жігіттер біздің компанияда біраз уақыттан бері жұмыс істейді. Олармен үнемі жақсы қарым-қатынаста болдым. Олар ауруханада жатса да жалақылары төленеді. Отбасыларына да көмектесеміз. Қазір олар бізге ешқандай талап қойып отырған жоқ. Олар ауруханадан шыққан соң да бізге келе алады. Жеңіл жұмыстарға ауыстырамыз. Ақ халаттылар шахтерлардың бірінің жамбас сүйегінде жабық сынығы бар екенін хабарлады, ал екіншісінің сол аяғында ашық сынықтар болғанын айтты. Олар қазір аудан орталығы Астраханда жатыр. Асылбек Данияр, Ақтана Сабыр, Астана Таймс.